12.02 нұсқа физика пәні. Сонымен бірінші типтен бастайық. Бірінші сұрақ ол теориялық сұрақ екен. Есептің шартында бірлік көлемдегі заттың массасын көрсететін физикалық шаманы табыңыз. Енді қарап тұрсақ, яғни көлемге қатысты, бұл жерде жазып қойатын болсақ, көлемге қатысты және массаға қатысты қандай да бір физикалық шама. Енді бұл жерде біз мән беретін нәрсе бұл ереже, қандай да бір ереже. Сондықтан бұл ережені еске түсіруіміз керек. Кез келген ереже, мысалы 3 элементтен тұратын ереже неден басталады? Бөлшектің бөлімінен басталады. Бірлік көлемдегі дейді, яғни көлемі, қандай да көлем астында тұр. Заттың массасы, яғни екінші айтылған элемент ол үстінде. М бөлінген В. М бөлінген В нені береді? Бізде тығыздықты береді, бірден еске түсірсек. Ро деген әріптермен не болмаса, мысалы әлде тығыздық есімізге түсіп тұрса, өлшем бөлігін жазсақ болады. Массаныкі килограмм, көлемдікі метр куб, килограмм бөлінген метр куб, ол тығыздық деп біз бірден не нұсқасын белгілейді екенбіз. Екінші, бір қалыпта түзу сызықта қозғалыс теңдеуін табыңыз дейді. Енді қарайтын болсақ, мына жерде бір варианттар қараймыз. Мысалы а x тең x налевой дейді. Бұл бірден не ешқандай да теңдеу емес екені көрініп тұр. Енді бір қалыпта түзу сызықта болғаннан кейін не болады? Оның формуланың құрамында міндетті түрде v болу керек. Я, мысалы мына жерде v деген е вариантта жоқ екен. Ал бір қалыпта болғаннан кейін ода үдеу болмау керек. Тек бір қалыпта жылжи береді, болды. Үдемелі, кемелі, өспелі деген болмайды, сондықтан үдеу барды да тастаймыз. Енді ол бізде бір қалыпта болғаннан кейін бастапқы жылдамдық, одан кейін vx-тен қандай да бір соңғы жылдамдық деген болмау керек. Ода тек қана не болу керек? Бір ғана v болу керек. Сондықтан с вариантын тағы да тастаймыз. Бізде қалатыны v нұсқасы. Бұл теориялық сұрақтар жаттауымыз керек. Енді келесі есеп. Үшінші. Бізде айтады, суретте серпімділік күшінің серіппенің созылуына тәуелділік графигі көрсетілген. Серіппеге 180 ньютон күшпен әрекет еткен кезде серіппе 4 см-ге созылады дейді, суретте көрсетілген. Осы кезде серіппеде жинақталған потенциалдық энергия дейді. Енді бізде қарайтын болсақ, негізі еске түсірсек, потенциалдық энергияның формуласы ол W W W тең K X квадрат бөлінген 2. Біз білетін формула. Енді мына жерде қарайтын болсақ, бізде K көрсетілмеген ғой, яғни бұл қатаңдық көрсетілмеген. X бар, яғни күш бар тағы еще. Бізде K көрсетілмеген, сондықтан біз мына формуланы өзімізге ыңғайлап жазамыз. Kx квадрат дегенді былай жазсақ, K көбейту X. X-ға X көбейтсек, X квадрат қайтадан формула шығады 2. Енді бізде бәріміз білетін Kx дегеніміз F тең Kx деген үйкеліс күшінің серпімділік күшінің формуласы бар. Сондықтан біз не істейміз? Kx-тің орнына бір F-ті қоямыз. Көбейту мына X-тің өзі бар. Осы X-ті қойсақ, бөлінген 2 бар. F бөлінген X бөлінген 2 деген формула шығады. Болды, бізде дайын формула, енді тек есептеу ғана қалды. F 180 көбейту X 4 см. 4 см дегенді метрге айналдырсақ, 4 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесіне метр бөлінген 2. Енді қысқартамыз. 4 2 мен 180-ді 90 болады. 90-ның 1 нөлмен -2 кетсе -1. 4 көбейтілген 10-ның -1. 9-ға 4 көбейтеміз 36, -1 дәрежемен не болады? 3/6. Энергияның өлшемділігі джоуль. Сонда бізде мына Е нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. Келесі төртінші. Бұл да сұрақ екен. Қаныққан будың температурасын өзгертпей көлемін 2 есе арттырса, қаныққан бу концентрациясы дейді. Бұл жерде бізде істеу керек нәрсе Менделеев Клаппейрен теңдеуінен қорытсақ та болады, не болмаса теориялық түрде жауап берсек те болады. Яғни негізі көлемді өзгерткенде концентрация өзгеру керек, бірақ бізде не мына жерде қаныққан бу. Сондықтан қаныққан будың концентрациясы арқасынан сақталады деген теорияға сенеміз. 5. Психрометрдің ылғалды термометрі 10 градус Цельсийді көрсетіп тұр дейді. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45% болса, құрғақ термометрдің көрсетуін табыңыз дейді.
енді салыстырмалы ылғалдылық кестеде көрсеткен 45%-ның турасында не 6 деген сан тұр. Ол 6 деген қаяқтан шыққан, мынау жерде мынаны түсіндірген. Құрғақ және ылғал термометрлерінің айырмасы дейді. Оны жазайық біз. Т құрғақ минус Т ылғал айырмасы тең болады 6-ға. Енді бізде айтып тұр мына жерде ылғал термометрі 10 градус Цельсий дейді. Мына жерде жазсақ егер Т ылғал 10 градус Цельсий. Яғни мына Т құрғақ белгісіз ғой, бізде табу керек де сол Т құрғақтан азайтамыз 10 градусты. Сол кезде шығады екен бізде 6. Яғни қай саннан 10-ды азайтқанда 6 шығады. Ол кезде Т құрғақ не болады? Бізде тең болады 16. Сондықтан бірден В нұсқасын белгілейді екенбіз. Келесі 8-ші есеп. Толық тізбек үшін Ом заңы дейді. Енді тізбек үшін Ом заңында кедергі бар, кернеу бар, сондықтан оны сыны сызып тастаймыз және ені де сызып тастаймыз. Енді бізде қалатын А, В. Бізден толық тізбек үшін дегенде шатастырады көбісі. Толық тізбек деген яғни мынандай, ол қандай да бір кедергіден тұрады, оның бойында амперметр бар, тағы не бар, тоқ көзі бар, шарттар бойынша. Яғни оның әрбір бөліктер болуы мүмкін. Осы әрбір бөлікте бізде тоқ күші нелері әртүрлі болады. Тоқ көзі болғаннан кейін онда не болады? Міндетті түрде электр қозғаушы күші, яғни формулада электр қозғаушы күші болу керек. Нұсқасында жоқ. Және не болу керек? Әртүрлі кедергі. Сыртқы және ішкі кедергі болу керек. Бірден нұсқасын белгілейміз. Бұл да теориялық сұрақ екен. Келесі есеп. Суретте жіпке ілінген жеңіл шариктер берілген. Аттас зарядталған шариктердің әсерлесуін көрсетеді. Аттас зарядталған деген сөз, яғни екеуде бірдей зарядтар, мысалы екеуде минус болуы мүмкін, екеуде плюс болуы мүмкін. Плюс пен плюс бір-біріне әраттас болады. Не болмаса әраттас деген бар, біреу таңбалар екі түрлі, біреу минус, мысалы біреу плюс. Плюс, минус деген сияқты. Енді бізде ереже бар, әраттас зарядтар бір-бірін тартады, аттас зарядтар бір-бірін тебеді деген. Яғни мысалы екіге қарсақ бір-біріне әсер жоқ, яғни бұл жерде мүлдем заряд жоқ. Мына екі бір-бірін тартып тұр, яғни біреуінде плюс, біреуінде минус. Бұл әраттас зарядтар. Бізде аттас зарядтар не істейді, бір-бірін тебеді. Екеуінде де плюс тұру мүмкін, екеуінде де не минус тұру мүмкін. Сондықтан А нұсқасы. Келесі 10. Түзу қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік графигінен 3 секунд және 4 секунд аралығындағы дене жылдамдығының X өсіндегі проекциясын табыңыз. 3 және 4 секунд. Бізде Т секундтың өсті көрсетіп қойған ғой. 3 секунд пен 4 секунд, яғни бастапқы нүкте мынау, соңғы нүкте мынау. Бастапқы нүкте 120, соңғы нүкте 60. Енді бізде әрқашан нені табу керек? Мысалы, дельтаны табу үшін істейміз, біз соңғысынан бастапқысын азайтамыз. Не болмаса бұлай жасақ болады. Дельта В тең болады В минус В0. В0 деген бастапқысы, соңғысы. Бізде соңғысы неше қарайтын болсақ, соңғысы бізде кеп тіреледі 60-ға. Сондықтан бірінші В-ның орнына 60-ты жазамыз. Азайту В0. Бізде 3 секундтан басталды ғой, 3 секундтан бастап сұраған. 3 секунд ол 120 тұғын. 60 минус 120, так, 120 тең болады. 60-тан 120 азайтсақ минус 60. Минус 60 метр секунд. Келесі. Трактордың тарту күші 20 кН, ол платформаның 7,2 км/сағат жылдамдықпен сүйреп келеді. Трактордың 10 минутта атқарған жұмысын және қуатын табыңыз. Бірінші жұмысты сұраған екен, сондықтан жұмысты табамыз. Енді физикада бірінші не істейміз? Берілген жазып аламыз. Трактордың тарту күші дейді. F тарту күші тең болады 20 кН. Енді мына 20 кН-ды дәрежеге айналдырсақ, мына кестеге қарасақ, мынау не? Кило деген оның 3 дәрежесі деген сөз. Алдында 20 бар. 20 көйту 10-ның 3 дәрежесі. Ол не болады? 1-0-нан кетсе, 2 көйтілген 10-ның 4 дәрежесі болады. Өлшем бірлігі ньютон. Енді бұл түсінікті болу үшін осылай созып жаздым. Бірден 2 көйтілген 10-ның 4 дәрежесі деп жаза беруге болады. Егер көптеп есеп шығарып жүрген оқушылар болса, 2 көйтілген 10-ның 4 дәрежесінде ньютон. Енді келесі жылдамдығы. В жылдамдық тең болады 7,2 км/сағат. Оны істеуіміз керек, метр секунд айналдыруымыз керек. Мында километр сағат берілді ма, оны метр секунд айналдыру үшін бірден берілген санды 3,2 алдыға бөлеміз болды. Ода 50 км/сағат тұра ма, қанша? Әйтеуір өлшем бірлігі км/сағатпен тұрды. Метр секунд айналдыру үшін 3,2 алдыға бөлеміз. Өйткені оны есептеп түсіндіру, кейін тақырыпта түсіндіру болады.
7,2/3,6 не болмаса 72/36 деген сияқты ол тең болады 2 метр секунд. 10 минут атқарған жұмысы т деген ол уақыт 10 минут. 10 минутта секундқа айналдырамыз. 1 минутта 6 секунд бар, 10 минутта 600 секунд бар екен. Не істеу керек? Бірінші А жұмысты табу керек. Енді Аны табу үшін, бізде жұмысты табу үшін негіз формуласы біз білетін. Ең элементарный негіз формуласы F көбейтілген S тұғын. F көбейтілген S. Енді S деген не ол? Ол жүрген жол, F деген кетірілген күш, жұмсалған күш. Бізде F күш бар, S жоқ. Ал жүрілген жол табу үшін не істеуіміз керек? V көбейту T. Жылдамдықты уақытқа көбейтуіміз керек. Бізде екеуде бар. F көбейтілген V көбейту T деген нені пайдаланады деген осы формула. Тең. Так, F 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. V 2 метр секунд, T 600 секунд тең болады. 2-2 көбейтеміз 4, мұны алдағы 6-ға көбейтсек 24 болады екен. Арада 10-ның 4 дәрежесі бар, 600-дің артында 2 дәрежесі бар. Қосылса 10-ның 6 дәрежесі болады. 10-ның 6 дәрежесі. 24 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі не болмаса, мынау сан бізде 10-ның 6 дәрежесі деген ол мега деген санды береді. 24 мега джоуль. Қуат 24 деген адағына отыр екен. Сондықтан бірден осы белгі болады. Қуатты тапсақ та болады, таппасақ та болады екен. Толығырақ тауып көрсетуге де болады. Келесі есеп біздегі механикалық резонансты көрнекі түрде көрсетуге арналған Бартон маятнигі берілген. Маятнигі керілген берік жіпке ілінген ұзындықтары әртүрлі маятниктерден мынандай көрсетілген 1,5 және мәжбүрлеуші периодты күш қызметін атқаратын салмақты маятниктен тұрады. Мына мәжбүрлеуші күш. Енді бізде сұрайды салмақты М мына маятник тербеткен кезде жеңіл маятниктердің ең үлкен амплитудамен тербелетіні. Амплитуда дегенді білеміз де, мысалға мына тербеліп тұрған нәрсенің бастапқы нүктеден ең максимум қашықтайтын қашықтығы, немесе максимум алыстайтын нүктесі, максимум амплитудасы деп аталады. Яғни мынау. Яғни бұл деген сөз не деген сөз? Ең қатты тербелетіні. Мынаның М маятник нәрседен ең қатты тербелетіні. Енді қарайық, М мына бірге қаншалық әсер етеді? Себебі бір қысқа оның амплитудасы қиындау болады, себебі әсер ете қиын болады. Сондықтан яғни ұзарған сайын не болады ол? Ұзарған сайын оның амплитудасы көбейе береді. 1 мен 2 сызамыз, 3 сызамыз, бізде 4 пен 5 қалады. Енді қарасақ, бұл жердегі 5-ші тұрған маятник ұзын, бұл тіпті ұзын. Яғни бұның мынаған әсері әлсіздеу болады. Ал мына өзінің турасындағы көбінесе кедергісі барады. Сондықтан мына 4 бізде ең амплитудасы жоғары болады, себебі 5 бір саты төмен тұрады. 4 турасында тұрайын. Не осылай түсінсек болады. Келесі 13. Ұзындығы 3 метр көлденең қимасының ауданы 1 мм болады. Миллиметр квадрат болып сымның әрбір ұшына 210 ньютон созғыш күш түсірілген сымның абсолют деформациясын табыңыз дейді. Берілген жазайық. Әдеттегідей L сымның ұзындығы 3 метр, S қимасының ауданы 1 миллиметр квадрат. Бізде ауданның несі метр квадрат, бізде алдында милли тұр. Енді миллиметр квадратты метр квадратқа айналдырсақ, мына милли деген ол неше? Ол 10-ның -3 дәрежесінде астында метр бар. Және не тұр? Бәрінің назарында квадрат тұр. Енді мынаны білеміз, біз дәреженің дәрежесіне еседі, ішіне көбейтіледі. 2-ні көбейтеміз, -6. 10-ның -6 дәрежесінде метр квадрат. S-ті 1 миллиметр квадратты метр квадратқа айналдырдық. 10-ның -6 дәрежесінде. Бізге кестен жаттау керек. Милли деген неше дәреже, кило неше, гега дегендер неше, соны бәрін жаттық білсек болды. Нарда квадрат тұрса, мынаны дәрежені көбейтеміз, куб тұрса, оны да көбейтеміз деген сияқты. Келесі сұрағаны бізде S-ті жаздық, әрбір ұшына 210 ньютон күш түсірілген дейді. F күш 210 ньютон. Және не көрсетілген? Берікті көрсетілген не? Юнит модуль 210 гигапаскаль. Гега деген біз тағы да қарауымыз керек, кестеден бөлеміз керек. 10-ның 9 дәрежесінде, 10-ның 9 дәрежесі және юнит модулінің өлшем бөлігі паскаль. Табу керек, абсолют деформация деген ол дельта L. Бізде ана серпімділік неде жазып жүрік қой, К дельта L депші. Осы К дельта L деген формуладағы
дельта L абсолют деформация деп аталады. Енді бізде мынаны жазуымыз керек. Біз егер сіздер өткен болсаңыздар, механикалық кернеу деген бар, ол мындай сигма деген әріппен белгіленеді. Енді тета ма сигма осындай әріппен белгіленеді. Бұның формуласын біз егер сіздер білсеңіздер, F бөлінген S. Бұл механикада қысымның формуласына P дегеніміз, қысым дегеніміз ол F бөлінген S-ке тең. Мынау да қысым. Бұның да өлшем бөлігі паскаль, бұнда да өлшем бөлігі паскаль механикада. Екеуі бір нәрсе. Енді бізде сұрайды F сигма дегеніміз F бөлінген S. Және бізде табу керек. Бұны тағы бір табудың формуласы сигманың. Ол не? Юнук модулі көбейту. Так. Мұнда. Сигма табудың екінші формуласы сигма тең болады E көбейту дельта L бөлінген L. Дельта деген яғни ұзарғандағы ұзындығы. Дельта өзгеріс қой. L бастапқы ұзындығы. E деген юнук модулі оның беріктігі деп айтсақ болады. Енді 2 де сигмаға тең, яғни не істейміз? Бұны екі формуланы бір-бірімен біз теңестіре алады екенбіз. Енді теңестірген дегенде жазайық. F бөлінген S тең болады бізде E көбейтілген дельта L бөлінген L. Енді бізде F дегеніміз ол неге тең? Күш K дельта L-ға тең. Не болса мына жерін жасақ болады. Енді бізде сұрайды. F күш бар, S бар, юнук модулі бар, мына L бар, бізде нені сұрап тұр? Дельта L сұрап тұр. Енді формуланы дельта L-ді қорытып алсақ болды. Дельта L дегеніміз тең болады. Мына E, мына дельта L-ға көйліп тұр ғой. Сондықтан ол не істейді? Келесі жақтың бөліміне барып түседі. E көбейту S. S өйтек бөліміздер. Дельта L-ға L бөлініп тұр ғой, мына L. Ол не істейді? Келесі жақтың барып алымына барады. FL. F көбейту L. Астында E көбейту S. Болды бізде дайын формула шықты. Енді тек орнына қойып есептеу керек. 210 L дегеніміз 3 метр. Юнук модель дегеніміз 210, көйлігінің 9 дәрежесі гигапаскаль. S дегеніміз 10-6 дәрежесі. 210-дарды қысқартамыз. Бірдей сандар. Оның 9 дәрежесі, 10-6 дәрежесі екен қоссақ, дәреже көрсеткіштер қосылады. Көбейтсек 9 бен -6 -3-ті береді. -3-тен шықса 10-3 дәрежесі ол не болады? +3 дәреже қалады. 10-9 дәрежесі, 10-6 дәрежесі +3, үстінен шықса -3 болады. 3 көбейтілген 10-3 дәрежесінде метр болады. Ал 10-3 дәрежесі деген біз жаңа демер айтып жатырық не? Миллиметр. 3 миллиметр есептің жауабы. Келесі. Конденсатор кернеу 3 есе арттырса, конденсатор энергиясы қанша болады? Табыңыз дейді. Біз білеміз конденсаторның формуласын, энергиясының формуласы W тең С U квадрат бөлінген 2. Сапалық есепте кернеуді 3 есе арттырса, мына U-ды 3 есе арттырса деген сөз С көбейту 3U деп жаз. Және сыртынан квадрат бар ол формулада бөлінген 2. Тең болады. 3U-ды квадратсақ С, 3U-ды квадратсақ 9, U квадрат бөлінген 2. Оны W-ға тең. Енді U 9 деген үстінде тұр, яғни 9 есе артады деген есептің жауабы. Ол сапалық есептер. Тек формуланы жақсы білу керек. Суреттегі кедергілері R1 2 Ом, R2 2 Ом, R3 4 Ом. Мына жерде бәрінде вольт беріп жазып қойыпты. Электр тізбегінің тұрақты 10 вольт кернеуге жалғасы R1 резисторы арқылы өтетін тоқ күшін табыңыз дейді. Енді мына сұлбаға қарасақ, біз сұлбаны түсінсек. Мұнда тоқ көзіне R3 нестелген тізбекте жалғанған. Дәл тізбек жалғасып келеді. Мына жерде екі кедергі бір-біріне параллель жалғап қалған. Яғни мына жерде дәу үлкен бір кедергі бар. Қалған тізбектің барлығы бір-біріне келіп тұрған сөз, бір-біріне тізбекте жалғанып тұр. Яғни мына параллель жалғанған жердегі жалпы тоқ күшін табуымыз керек. Бізге ол не деген сөз? Ол R жалпын тап деп тұр. R жалпы тең болады 1 бөлінген 2 плюс 1 бөлінген 2. Мына жердегі бәрін 1 бөлінген деп қосамыз. 2-ден 1 плюс 2-ден 1 ол не үшін береді? 1-ді береді. Енді 1-ді бізде жалпы кедергі табу үшін теріс айналдыру керек. 1-ді тағы теріс айналдырсақ 1 болады. 1 Ом. Яғни мына жердегі жалпы кедергі ол 1 Ом. R3 4 Ом. Сонда жалпы тізбекте жалғанып тұр ғой. Мына жерде 1 Ом бар, мына жерде 4 Ом бар. Тізбекте жалғанған кезде істейтін R жалпын табу үшін дағы штрихны тек жердегі R жалпы тең болады не еді? Бұл бәрінің қосындысы. 4 пен 1-дің қосындысы. Ол бізде 5 Ом. Яғни тізбектегі жалпы кедергі 5 Омға тең. Кернеу 10 вольтқа тең. Жалпы тоқ күшін табуға болады. Жалпы тоқ күшін табу үшін тізбек Ом заңын пайдаланамыз. U бөлінген R. U дегеніміз 10 вольтқа тең, R 5 Омға, 10-ды 5-ке бөлсек 2.
2 ампер. Яғни тізбекте жалғанған кезде бізде білуіміз керек, I жалпы тең болады неге? I1-ге, I2-ге, барлығы бір-біріне тең болу үшін. Бұл тізбекте жалғанғандар еді. Яғни ол мына жерде де 2 амперге тең, ол мына жерде де 2 амперге тең, ол мына жерде де 2 амперге тең. Енді мына параллель жалғанған кездегі жалпы кедергі ол тең болады бізде I1 плюс I2 плюс I3. Осындай әр бөліктегі кедергілердің қосындысы. Мынау жалпы 2 ампер болса, әр бөлігінде қанша ток күші бар деген сөз. Екі кедергі бірдей, сондықтан 2 ампер екеуіне теңдей бөлінеді. Нешеден бөлінеді? 1 амперден бөлінеді. Мұнда D нұсқасы. Бізде R1 сұраған ғой, R1-де 1 амперге тең, R2-де 1 амперге тең екен. Келесі. Қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті 40% кран, көлемі 100 метр мұнайды, 100 метр куб мұнайды 6 метр биіктікке 8 метр көтерген жағдайда қуаты, бұл жердегі ро мұнайдың несі көрсетілген, тығыздығы және G. Енді пайдалы әсер коэффициент жазайық, бізде берілген. Тета тең болады 40%-ді бірден коэффициент қылып жазайық. Жазсақ 0,14. Көлем тең болады 100 метр куб. Енді көтерген биіктік 6 метр, та уақыт 8 минут. Және ро бар, G бар, бізде белген бойынша. Табу керек қуат бар. Енді бізде білетін формула болғандай, нені табатын формула? Пайдалы әсер коэффициенті. Ол бізде тең болады, тета тең болады, А пайдалыны жұмысты, А толық жұмысқа бөлгенге. Енді пайдалы жұмыс дегенде, жалпы жұмыс деген F көбейтілген S. Біздің жағдайда S деп жүріп отқан жол, ол бізде H. S тең болады неге H-ға. Ал F дегеніміз ол Ньютон заңынан mg-ді береді. Енді A тең F көбейтілген S, мына жерге F көбейтілген S жазбай қойық, F-тің орнына mg жазайық, S-тің орнына H жазайық, mg H. Енді A толық жұмыс мынау. A толық жұмыс дегеніміз бізде қуатқа байланысты формуласы P-T. T деген уақыт. Қуатты табу үшін не істейік? A-ны T-ға бөлетін, енді мына жерде A-ны табу үшін P-ны T-ға көйтеміз. P көйту T. Яғни, мына жерде A толықтың орнына P көйту T-ны қоя алады екенбіз. Енді мен мына артық түсіндірмелердің барлығын өшірейін. Бізде шыққан формула, мынаны түсіндіріп жазсақ, mgh бөлінген P-T. Енді бізде не сұрайды? Мына P-ны сұрайды. Тета бар, mgh барлығы бар. P-ны сұрасақ, P-ны тапсақ, P тең болады неге? Мына жердегі тета екенің орнын ауыстырып жібереміз. Үсті қалады сол mgh, астында P-T емес, тета T. Енді тек орнына қоямыз. Массасы. Масса деген бұл жерде белгісіз, өйткені бізде тығыздығын беріп қойған, көлем беріп қойған. Масса дегеніміз ол ро көйту В. Тығыздық пен көлемнің көйнісі. Ро дегеніміз бізде 800 көйту В. Так, 100. Көйту G 10, H 6-ға тең. Так, мұнда жазайық 6 деп. Бөлінген тета 0,4. Т деген уақытымыз 8 минутты секундқа айналдырсақ 480 секунд тең болады. Енді ары қарай есептей салуға болады. 0 мен мына 0 көйтсек 4,48 қалады. Мына 2,0 бар, мына 2,0 бар, 10 бар. Неше жазсақ болады? 5 дәрежеде. 8 көйлгенің 5 дәрежесі және 6 дәрежеде. 8 мен 6-ның көйтінісі 48 береді. Ол нешеді? Астында 48-ден кетеді. Үстінде не қалды? 1. 1-де 4-ке бөлеміз. Неше? 0,25 көйлгенің 5 дәрежесі. Енді оның 5 дәрежесін 2 тұрғы жазсақ, 25 көйлгенің 3 дәрежесі қалады. Не болса оның 3 дәрежесі деген ол киловатт. Нұсқасында тұр. 16-шы есеп кетті. Келесі. 17. Орташа квадраттық жылдамдығы 500 метр секунд оттек молекулаларының жылдамдығы 20 метр секунд арттыру үшін газ температурасының өзгерісін табыңыз дейді. Енді бұл жерде жеке-жеке тауып алсақ болады. Өзгеріс деген дельта, бізде белгілі жазайық. В тең болады 500 метр секунд және жылдамдығы. Арттыру үшін 20 метр секунд арттыру үшін деген сөз, яғни дельта қосылды. В тең болады 520-ға дейін деген сөз. 520.
Енді мына мен берілген жазып қойдым уақыт қалмасын деп. Енді қарайық. Орташа квадраттық жылдамдықты табатын формула қандай еді? В тең болады түбір астында 3rt бөлінген mr. mr деген оның малярлық массасы. Енді осы жерде бізде бастапқыда 500 метр секунд еді. Осы кезде оның температурасы қандай болды? Соны тауып алсақ болады. Т1-ді тапсақ болады. Т1. Онда бұл жерде Т1-дан құтылу үшін екі жақта да квадраттаймыз. В квадрат тең болады 3rt бөлінген mr. Енді не істейміз? Мына жерде т-ны табу үшін мына формуланы айналдырамыз. Енді бізде табу керек т тең болады mr-ді v квадратқа бөлеміз және 3r-ді бөлеміз. v квадрат mr бөлінген 3r. Яғни 3r қайтып қойып мынандай болып шығады есептейді. Енді біз есептейміз. v квадраттың орнына 500-ді қоямыз және оны квадраттаймыз. Көйту mr 32 грамм ол дейді. Граммды килограммға айналдырамыз. Оның несі дәрежесінде килограмм. Бөлінген 3 көйту r. r дегеніміз ол 8131. Енді мына жерде есептейтін болсақ, бізде шығатын шама так 500-ді қойып бірден есептесек 321 келген шығады екен. 321 дәреже бірін айналдырғанда. Бұл біріншінікі. Енді дәл осылай біз Т2-ні тапсақ болады. Т2. Бізде жылдамдық 500 болған кезде 321 келген болады екен. Ал 520 болған кезде неше болады екен? Дәл осылай v квадрат mr бөлінген 3r тең болады. В квадраттың орнына біз не жазамыз? Енді 500 емес, 520-ны қоямыз. Және оны не істейміз? Квадраттаймыз. Көйілген mr. 38 көйілген 10-ның минус 3 дәрежесінде бөлінген 3 көйте 8131. Енді осыны есептейміз. Яғни 500 метр секундқа жылжыту үшін 321 келгенге қыздыру керек. Ал 520-ға жеткізу үшін біз не істейміз керек? Оны есептесек, бізде шығады 347. Яғни одан да қатты қыздыру керек. Енді Т2 347, Т1 321. Дельта дегеніміз соңғысынан бастапқыны азайтамыз. Т2-ден Т1-ді азайтсақ, не болмаса 347-ден 321-ді азайтсақ, 26 шығады екен бізде. Енді келесі есеп. Осындай суретте көрсетілген конденсаторлардың сыйымдылықтары осындай. Барлығы бірдей екен 6 микрофарадтан. Конденсатор батареяның электр сыйымдылығы. Жалпы ысыны тап дейді. Енді қарайтын болсақ бәрін есептеп бір-біріне параллель жалған тұр. Параллель жалған кездегі жалпы сыйымдылық табу үшін істейміз. Егер ережені жасасақ, барлық жеке-жеке конденсатордың нелерін қосып шығамыз. С1 плюс С2 плюс С3 деген сияқты. Енді бізде енді бізде үшеуі де қандай? Бірдей. Яғни 6 микрофарадты 3-ке көйте саламыз. Бізде шығатыны 18. Енді қарайық. Келесі 19-шы есеп. Бойының ұзындығы 1,8 метр, адамның көлеңкесі 90 сантиметр болғанда, көлеңкесі 10 метр болатын ағаштың биіктігін табыңыз деді. Яғни бұны түсінетін болсақ, мысалы адам болса, осы адамға түскен сәуле не істейді? Оның артында көлеңке пайда болдырады. Мына көлеңке жерге түскен. Енді адамға түскеннен кейін жерге көлеңке пайда болады. Дәл сол күн не істейді? Талға да түседі. Осы ағашқа да түссе, ағаштың да не істейді? Жерде көлеңкесі пайда болады. Яғни екеуінде не дегенсіз бірдей разница болады. Көлеңкесі мен шын дененің арасында бірдей разница болады. Оны табу үшін бізде математикада К деген коэффициент бар. К деген коэффициент оның соңғы пайда болған дененің, мысалы бізде 90 сантиметр, ол метрге айналдырсақ 0,9. Бастапқы шынның өзінің денесіне қатынасы 1,8 К. Дәл осы К деген коэффициент ағашта да орнауы. Ағаштың көлеңкесі 10 метр екен, өзінің ұзындығы белгісіз. Не істейміз? К коэффициентін тауып алсақ болады. Не болмаса не істейміз? Пропорцияны бір-біріне теңестірсек болады. 0,9 бөлінген 1,8 тең болады 10 бөлінген x. Енді екеуін қысқартсақ бізде шығатын 2. Мұнда 1 қалады. X-қа 1-ді көйтеміз x. Тең болады 2-ге 10-ды көйтеміз 20. 20 метр ол ағаштың ұзындығы екен. Келесі 20-шы мысал. Футбол ойыншысының қозғалысының сипаттамалары кестеде берілген. Тұрғынның орнынан бастап түзу жолмен жүгірген футболшы Исламханның 10 секундтағы орын ауыстыруы дейді. Максимал жылдамдық берілген, максимал үдеу берілген екен. Енді
бізде бұл жерде табу керек нәрсе оның несі орын ауыстыруы. Енді жаңа айтқандай бастапқы үдеуді тауып алу үшін бізде жазу керек а тең болады үдеудің формуласы в минус v0 бөлінген 2. Енді бізде орнынан қозғалғаннан кейін оның бастапқы жылдамдығы 0 болады. 2 деп қой, т, в бөлінген т. В жылдамдық бізде 8 метр секунд, т дегеніміз 10. 8-10 бөлеміз 0,8 метр секунд квадрат бастапқы үдеу. Енді бізде бастапқы жылдамдық жоқ болғаннан кейін бізде v0 т плюс а т квадрат деген формулада мына 0-ге тең болса, не істейді? Көйіліп тұрған т-ны 0-ге айналдырып жібереді. Сондықтан мынаны жазбаймыз. Бізде қалады формула s тең а т квадрат бөлінген 2. Енді мына жердегі мына а-ның орнына біз не істейміз? Мынаны емес, мына екеуінің орта мәнін қоямыз. А-ның орташа мәнін табу үшін не істейміз? Мына ең максималды қосамыз. Мына ең бастапқыға 2. Так, 2 плюс 0,8 бөлінген 2. Біз 2 де болғаннан кейін 2 бөлеміз. 2 0,8 ұстар 2,8, 2 бөлсек шығатыны 1,4. Үдеу 1,4 кетеді. А-ның орнына біз 1,4-ті қоямыз. Т-ның орнына 10-ды қоямыз. Квадраттасақ 100 болады. Бөлінген 2. 1,4-ге 140, 140-ті 2-ге бөлеміз. Бізде шығатыны 70. Енді бізге қарасақ, мына жерге 70-ге жақындайтын нұсқасында тұр 64. Келесі есепте бұлай сұраған, графикте көрсетілген бірінші және екінші денелердің қозғалыс үдеулерін табыңыз. Бізде график v метр секунд жылдамдықпен және т уақытпен көрсетілген. Енді үдеуді табу үшін бізде керек формула. Бізге керек формула ол қандай? А тең в соңғы жылдамдығын азайтамыз. Бастапқы жылдамдық 0 бөлеміз т-ға, т уақытқа. Енді қарайық. А1-ді табу үшін не істейміз біз? Графикке қарап, оның бастапқы және соңғы жылдамдығын қараймыз. Бастапқы жылдамдық мына 0 секундты көрсетеді, 0 секундты 4 метр секунд жылдамдықпен бастаған. Яғни бастапқы жылдамдық 4 метр секунд. Бізде 4 секундтың бойында қиылысқан, осыған қарасақ та болады. 4 секундтан кейінгі оның соңғы жылдамдығы неше болған? Қарайтын болсақ 6. Соңғы жылдамдығы 6 болған. 6 азайту 4. Не болса мұнда жазайық. 6 азайту 4. Яғни 4 метр секундтан бастап 6 метр секундқа жетем дегенше не қанша уақыт өткен? Қарайтын болсақ та уақыт 4 секунд өткен. Бөлінген 4. Т-ның орнына 4 аламыз. 6-дан 4 азайтамыз 2, 2-ні 4-ке бөлеміз. Бізде шығатын 0,5 метр секунд. Бұл не? Бірінші дененің үдеуі. Екінші денені табу үшін дәл осы формула. Екіншінікі қараймыз. Бастапқыда 12 мен бастаған ол. Так, 12 азайту. Соңғы жылдамдығы метр 6 метр секунд. 12 азайту 6 және осы аралықта ол 4 секунд кеткен. 12-ден 6 азайтақ 6, 6-ны 4-ке бөлсек 1,5. Енді қарайтын болсақ не істеген? Оның жылдамдығы кеміген. Яғни 1,5-тің алды минус болу керек. Кеммелі үдеу 1,5 метр секунд квадрат үдеумен кеміген. Сонда бізде қарайтын болсақ біреу 0,5, біреу минус 1,5. Дәл сондай жауапты қараймыз біз. Е және G нұсқаларында көрсетілген. Келесі 22 жазып. Ауа қысымы тұрақты болса, температурасы минус 20 градус Цельсий қысты күні және температурасы 27 градус Цельсий жазды күнгі ауа тығыздықтарының қатынасын табыңыз. Ауа тығыздықтарының қатынасы, яғни ро тығыздықтың қатынасы деген сөз. Енді бізге керек нәрсе бұл жерде Менделеев Клапейрон теңдеуі. Соны жазып алайық бірінші. Менделеев Клапейрон теңдеуі. В тең болады неге? Массаның малярлық масса қатынасы және R көйілген Т. Мына жерде П-ны табу үшін біз V-ны қалдырайық та, мына V-ны көйілдірген V-ны теңдіктің келесі бетіне бөліп өтіп жіберейік. Мысалсында M бөлінген V, мына V M-нің астына барады және R-ті үстінде тұр ғой, көйілді бөлінген V. MR. M көйілген R-ті бөлінген V көйілген R. Енді қарайық, мына формула массаның көлемге қатынасы ол нені береді? Ро деген тығыздықты береді. Сонда бізде шығатын формула Ф тең ро көйілген R Т так үстінде формула бөлімінде MR.
Енді осы жерден роны тапсақ не бізде? Роны тапсақ, ро бізде тең болады неге? Мына мрді п-ға көйтеміз, ро-ға көйділдірген rt-ны бөліміне жібереміз. П көйту мр бөлінген rt. Енді қарайтын болсақ, бізде не көрсеткен? Тек температуралар көрсеткен. R екенде де ро 1-ді ро 2-ге қатынастырамыз ғой. Ро 1-ді ро 2-ге бөлеміз. Енді ро 1 дегеніміз бізде. Так, екенде де мына мрлер бірдей қысқарып кетеді. Қысымы да бірдей қысқарып кетеді. R да қысқарып кетеді. Мұнда ро 1 табу үшін не істейміз біз? 1 бөлінген Т1 деп қарастырамыз. Астындағылар болса ро 2 деген 1 бөлінген Т2. Енді мынаны жазсақ 1 бөлінген Т1 көбейту, мына бөліп тұрған нәрсе көбейту болмастырады. Т2 бөлінген, так, Т2 бөлінген 1. Енді Клайпеден теңдегенде мынау кельвинмен көрсетілген, сондықтан мыналарды кельвинге айналдырамыз. Бізде так Т2-ден бассақ, Т2-сіне 27 градус, кельвинге айналдыру үшін 273-ті қосамыз, 300 болады. Енді 20-20 273-ге қоссақ, так, плюс 250. 250. 300-ді 250-ге бөлеміз, бізде шығатыны 1,2. Қатынас 1,2 көрсетілген. Енді ро 1-ді ро 2-ге бөлдік, ендігі ро 2-ні ро 1-ге бөлеміз. Яғни 250-ді 300-ге бөлеміз, 0,83. Бұл есептің шешімі осылай. Так. Енді қарайық 23-ші есеп. Өткізгіш контурды қиып өтетін магнит ағыны 5 миллисекундта 4 милливеберден 3 милливеберге дейін өзгергенде пайда болатын электр қозғаушы күшін табыңыз деді. Енді бізде электр қозғаушы күшінің формуласы эпсилон тең болады бізде. Енді электр қозғаушы күшінің формуласы эпсилон тең болады минус дельта фи бөлінген т. Дельта фи дегеніміз ол соңғы фиден бастапқы фиді азайтамыз. Және бөлінген т алдында минус бар. Енді бізде не? Дәл осы формуланы сол кей орнына қойсақ болды. Фи 2. Так, екенде де милли тұр ғой. Сондықтан екенде де миллиді жақшан алдына шығарсақ болады. Милли дегеніміз ол оның минус 3 дәрежесін жақшан алдына шығарсақ, жақшан үшін азайтамыз. Соңғысы 3, бастапқысы 4. Бізде 3-тен азайтуымыз керек 4-ті. Формулада алдындағы минус бар, тең деп қойғанда. Бөлінген т 5 миллисекунд, ол да минус 5 бөлінген 10-ның минус 3 дәрежесі. Мына минус 10-ның 3 дәрежесін мына екеуі қысқарады. 3-тен 4-ті азайтамыз, минус 1 болады. Алдындағы минус не болады? Плюс болады. 1 бөлінген 5. 1 бөлінген 5 қалады. 1 бөлінген 5 дегеніміз ол неше? 0,2. 0,2 вольт. 0,2 вольт не болса 200 милливольт. Милли оның минус 3-на 2-нен кессе 2 оның минус 1 дәрежесі қалады. 240 вольт кернемен зарядталған конденсатор 6 оның минус 5 дәрежесіне мұнда минус қалып кеткен. 6 оның минус 5 дәрежесіне 2 оның заряд алатын болса, конденсатор сыйымдылығын табыңыз. Енді конденсатор сыйымдылығын табатын формула ол ең элементарный бәріміз білетін. С тең болады Q заряд бөлінген U. U кернеу. Q дегеніміз 6 оның минус 5 дәрежесіне тең. U дегеніміз 240. 24 оның минус 1 дәрежесі болады. Плюс 1 деген мой. Енді плюс 1 үстінен шықса минус 1 болады. Минус 1 болса минус 5-ке қосса оның минус 6 дәрежесіне болады. Тағында жазайық. Оның минус 6 дәрежесі. Енді 6 мен 24 қысқарады 4 қалады. 1-де 4-ке бөлсек 0,25. Не болмаса так. Осылай айналдырсақ болады. 0,25. 0,25 көйлген оның минус 6 дәрежесінде фар. Бұл бізде H нұсқасында тұр, және F қарайтын болсақ, мына 1-ді жылжытсақ, минус 7 дәреже болады. Тоже F нұсқасы дұрыс. Келесі 25. Дифракциялық тордың 1 мм-інде 100 штрих бар. Тордың периодын табыңыз. Тордың периодын табу үшін мынандай формула қолданамыз. Т тең болады L бөлінген N штрих сан. L дегеніміз неше? 1 мм-де. Оның минус 3 дәрежесіне метр, N штрих сан 100. 100-ді бұлай жасақ болады, оның 2 дәрежесі. Оның 2 дәрежесінен шықса не болады? Минус болып барады. Оның минус 3 дәрежесі көбейлген, оның минус 2 дәрежесі болады. Так. Екенін көйтсек, оның минус 5 дәрежесі болады. Метр. Оның минус 5 дәрежесіне метр, не болмаса тағы бірден жазып, микро деп жасақ болады. Оның минус 6.
G нұсқасы дұрыс. Так, келесі 26. Былай дейді. Материалдық нүкте радиусы 2 метр шеңбер бойымен бір қалыпты айналады дейді. Яғни қандай да бір шеңберді айналады, яғни ол шеңбердің радиусы 2 метр деген сөз. Айналу периодының 4-тен 1 бөлігіне тең уақыттағы жолымен орын ауыстыру. Яғни сызбасын жасасақ, былай 4-тен 1 бөлігіне былай 4 бөлікке бөлсек шеңберді. Мына нүктеден бастап мына нүктеге дейінгі жүрген жол және орын ауыстыру деген ол түзу сызық. Осында дейді. Радиусы 2 дейді. Радиус 2. Орын ауыстырып тапсақ мына нүктеден мына нүктеге дейін. Не бұл? Тіктөртбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыш. Бізде мынау 2-ге тең және мынау 2-ге тең. Мынау да 2-ге тең, мынау да 2-ге тең болса, біз не істейміз? Мына нені табу үшін, гипотезаны табу үшін 2 болса, мына 2 түбірасты 2 деп бірден жазады. Неге? Математикада сонда орын ауыстыру 2 түбірасты 2 метр. Жол дейді. Жолды табу үшін бізде жалпы шеңбердің ұзындығын табылса болады. Жалпы шеңбердің ұзындығы L тең болады нешеге? 2πr деген формулаға. Бұл математикада L шеңбердің ұзындығы. Енді қоямыз, радиус бар, r-ді қойсақ 2-ге бөлініп 4π болады. 4π. Яғни 4π жалпы шеңбердің ұзындығы болса, осыны дәл 4-тен 1 бөлініп жүрсе, ол осыны көйтіп 4-тен 1-ге десек, қысқарса қалатыны бізде π. Яғни ол 4-тен 1 бөлігі π метр жолды жүріп шығады екен. Енді келесі 27. Идеал жылу машинасы Карнот циклы бойынша жұмыс істейді. Егер машина бір циклда 1 килоджоуль жұмыс жасап, тоңазытқышқа 4 килоджоуль жылу беретін болса, машинаның пайдалы әсер коэффициентін табыңыз дейді. Енді қарайық. Бізде Карнот циклы бойынша мынандай формуланы білеміз. Тета тең болады Q1 берілген жылу плюс Q2 бөлінген Q1. Енді не болмаса, мына Q1 плюс Q2 деген бізде А толық жұмысты бар және Q берілген жылу, толық жылу. Бізде жасаған жұмысы 1 килоджоуль көрсетілген, ал толық берілген жылу деген сөз ол тоңазытқышқа берілген жылумен атқарылған жұмыстың қосындысы. 4-ке 1-ді қосамыз 5. 1-ді 5-ке бөлсек, бізде шығатын 0,2. Яғни тета дегеніміз 0,2-ге тең, не болмаса процентті алсақ 0,2 дегеніміз 20% деген. Келесі есеп 28. Бізде айтады, орам саны 10-ның дәрежесінде катушка, яғни 1000 деген сөз. Қиып өтетін магнит ағыны 0,5 секунд ішінде 0-ге дейін өзгереді. Яғни магнит ағыны бар ғой, Вебер деген, сол ең соңғысы 0-ге тең болады. Индукциясы және электр қозғаушы күш көрсетілген 40 вольт деп магнит ағынының бастапқы мәні финале вольт тап дейді. Енді жазайық бізде формуланы. Эпсилон бізде негіз формула минус n көбейту φ2 минус φ1 бөлінген т деген. Енді қарайық. Мұнда мынау біз мына формуланы білеміз ғой, дәл осы бір ненің сымның электр қозғаушы күш болса, дәл осындай n катушка болса, алдына дәл соны n-ді көбейте саламыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Енді бізде сұрайды бастапқы мәні φ1-ді сұрап тұр. Фи1 сұраса не істейміз? Т-ны эпсилонға көйтеміз. Эпсилон көйту Т болады. Мына n істеліп тұр, үстіндегілер көйтіліп тұр, ол теңдіктің келешегіне не істейді? Бөлі болып барады. Енді Фи1-ді қалдырсақ, ол не деген сөз? Формула айналдырсақ, Фи1 тең болады Фи2 минус эпсилон Т бөлінген n. Енді қарайық. Фи2 бізде 0, соңғысымен соңғы 0 бар, және мына формуладағы мына жер минус болады. Сонда бізде қалатыны эпсилон Т бөлінген n. Не формула? Эпсилон 40 вольтқа тең, Т уақыт 0,5 секундқа тең, катушканың орам саны 1000. Енді 40 пен мынаны қысқартып жіберсек, 4-ке 5-ті көйтеміз, 20. 20 бөлінген 1000. Ол тең болады бізде нешеге? 0,102-ге. 0,102 Вебер. Енді жауаптарға қарайық, 0,102 Вебер тұр. Мына алдындағы 2 ноды 10-ның нешеге дәрежесі деп жазсақ болады. Не болмаса, милли осындай H нұсқасындағыдай қылып жазсақ та болады екен. Кеттік 29-шы мысал. Есеп. Идеал газды тұрақты қысымда қыздырып дейді. Тұрақты қысымда деген сөз, яғни изобаралық процесс. Температурасын 150 кельвиннен 600 кельвинге жеткізгендегі көлемі 3,3 дәрежесінде метр кубқа артқан болса, газдың бастапқы көлемін табыңыз.
Енді бізде берілген жазайық. Берілген жазғанда түсінікті болады. Т1 бастапқыда 150 кельвин болатын. 150 кельвин. Және де Т2 соңғысы 600 кельвинге жеткізген. Мына жердегі көлемі артқан деген сөз, яғни 3,3 дәрежесі ол не деген сөз? Дельта В. Яғни өзгерісі ғана ол. В2 3,3 дәрежесі деген сөз емес. 3,3 дәрежесі метр куб. Газдың бастапқы көлемі табылады. Бастапқы көлем В1. Енді қарайық, изобарлық процесте біз білеміз, мынандай қатынас орындалады. В1 бөлінген В2 тең болады Т1 бөлінген Т2. Егер дәл осы изопроцестерді негізі жаттаудың оңай жол бар, оны кейінгі сабақтарда көрсетеміз. Енді бізде дельта В дегеніміз неге тең ол? Дельта В өзгеріс тең болады, ол соңғы көлемнен бастапқы көлемді азайтқанға. Енді бізде қарайық. В1 бөлінген В2 бізде мынандай ереже пайда болып тұр. В1 бөлінген В2 Т1 бөлінген Т2 тең. Т1 бізде 150, Т2 600. Екеуін қысқарсақ неше қалады? 1 бөлінген 4 қалады. Енді В1 бөлінген В2 1 бөлінген 4-ке тең. Не болмаса, былай жасақ болады. В2 дегеніміз нешеге тең? 4 В1-ге тең деп. 4 В1-ге тең деп жасақ болады. Енді қарайық мына жерде. В2 минус В1 бұл нені береді? Дельта В-ны береді, ал дельта В дегеніміз ол 3,3 дәрежесін береді. Енді қарайық мына жерде. В2-ның орнына нешені қойсақ болады біз? 4 В1-ді қойсақ. 4 В1 азайту, мына В1-ді жазамыз. Тең болады 3,3 дәрежесі. 4 В1-ден 1 В1-ді азайтсақ, 3 В1 тең болады 3,3 дәрежесі. В1-ді тапсақ, мына 3-пен 3 қысқарсақ, не қалады? 10-ның минус 3 дәрежесі қалады. 10-ның минус 3 дәрежесіне метр куб. Ол F-ға тең, және 1 литрде дәл осындай көлем бар. 10-ның минус 3 дәрежесіне метр куб. Ансы қасында тұр. Бұл түсінікті болса, келесі. Келесі теориялық сұрақ екен, оңай. Фотонның импульсін табатын формула дейді. Импульс табатын формула П тең фотонның H бөлінген лямбда. Ал лямбда дегеніміз ол не? В бөлінген С-ға тең H. В бөлінген ню. В дегеніміз С-ға тең, бұл жарқын жылдамдығы ғой. Электромагнитологның жылдамдығы С, және ню бұл не? Жиілік. Мұнда H көбейтілген ню бөлінген лямбда. Сонда бізде H бөлінген лямбда деген В нұсқасында тұр. H ню бөлінген С деген сөз, мына жерде С ғой. Бізде С нұсқасында тұр екен. Осымен бір нұсқа талдау аяқталды.